Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы және де менің есімім Кариев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге өткен тестіміздағы бірінші және 15-ші сұрақтар арасын шолып өтетін боламыз. Ендеше бірінші сұрақтан көп кідірмей бастайық. Алғашқы сұрағымыз 5-ші сыныптың программасы бойынша ондық бөлшектер және жай бөлшектерге амалдар қолдану, көбейту, азайту, бөлу, қосу барлығы бірге қолданылған. Ең бірінші мына жердегі біздің жақшамызды көріп отырмыз. Жақшадан бастаймыз. 0,2-ке 3,5-тен 1-ді қосамыз. Яғни 0,2 санына 3,2 саны қосылып тұр деген сөз. Немесе 3,4 болады. 1-ден 3,4 деп жазамыз. Бұл бірінші амалымыз. Екінші амалымыз бұл жердегі 3,4 осы жақшаның ішінде шыққан санды 17-ге бөлу. Яғни 3,4-ті бөлу 17-ге. Немесе 34-ті 170 санына бөлу. 34 пен 170 саны екеуі де 34-ке қысқарады. 34-ті 34-ке бөлсек 1, 170-ті 34-ке бөлсек 5 болады. 5-тен 1-ді немесе 0,2 деп жазсақ болады. Яғни мынаның барлығының орнында 0,2 тұр деп ойлаймыз. Бөліміне мән беретін болсақ 2,5. Мына жақта минус 2,5 тұр. Мына жақшада алып тастасақ болады. 2,5 және минус 2,5 екеуі бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан екеуін алып тастаймыз. Ортасында 4,8-ге 2,5-тен 3-ті қосатын болсақ, үшінші амал ретінде 4,8 қосылған 2,6 дейік. 4,8-ге 2,6 қосатын болсақ, 7,4 болады. Дұрыс қой. Сонымен 0,2 алымында 7,4, мынаның барлығының орнында 7,4 тұр деп ойлаймыз. Сонымен төртінші амалымыз 0,2-ні 7,4-ке бөлу, немесе 2-ні 74-ке бөлу. Дұрыс қой. Үтірден кейін цифрлардың сандары сәйкес келетін болса, тек үтірлерді алып тастап бөле берсек болады. 2 және 74 сандары 2-ке қысқарады, үстінде 1, астында 37 қалады. Осы 37-тен 1 дегенді енді 11-ден 1-ге, мына 11-ден 1-ге 11,1-ге көбейту керекпіз. 5-ші амал ретінде 37-ден 1 көбейтілген 10-нан 111 қойда, дұрыс достар. Дәл осылай жазамыз. 37 мен 111-ді қысқартамыз енді. 111-дің ішінде біздер білеміз 3 рет 37 саны бар. Сонда 10-нан 3 саны немесе 0,3 қалады екен. Енді қарайық. Алдында ең басында 5-тен 3 деген бөлшек тұр. Бұл дегеніміз 0,6 ғой. 6-шы амал. 0,6, мына минус таңбасын қояйық. Минус 0,3 бізде жаңа шыққан еді. 0,6-дан 0,3 азайтатын болсақ, 0,3. Бұл біздің есебіміздің жауабы. Дұрыс қой. Жауап С болады екен сонда. Ал енді құрметті достар, екінші есебімізге көшейік. 2m қосылған 3n бөлінген n 11,4 болса, n бөлінген m қаншаға тең? Яғни біздер бірден көріп отырмыз. Біздер бірден көріп отырғанымыз біздің 2,3m-нің. Ал екінші есебімізге көшейік. Сонымен екінші есеп. Егер де 2m қосылған 3n бөлінген n тең болады 11,4 болса, онда n бөлінген m қаншаға тең дейді. Енді 2m қосылған 3n бөлінген n-ді жазайық. Тең болады 11,4 дегеніміз бұл біздің 11,5-тен 2. Немесе 5-тен 57, дұрыс па? Дұрыс қой. Осы жерден көруге болады n-нің 5-ке тең екенін. n бұл 5-ке тең. Осылай жазып қояйық. Енді осы 5 деген мәнді мына n-нің орнына қоямыз. Сол кезде 2m қосылған 15 болады. Себебі 3-ті 5-ке көбейтеміз. Тең болады 57-ге. 2m, сонда мына қосылып тұрған 15, мына жаққа минус 15 болып барады. Сол кезде 57-тен 15 азайтып болсақ, 42 қалады екен. 42 қалады. Сонда m-нің мәні 2m 42 болса, тек қана m 21-ге тең болады. 42-ні 2-ке бөлеміз. m 21-ге тең. Енді бізден n бөлінген m-ді сұрап тұр. Бұл өте оңай. n дегеніміз 5, m дегеніміз 21. Орнына қоя қоямыз. 21-ден 5, д жауабы шыға қояды. Келесі үшінші сұрағымыз. Сыныптағы ұл балалар санының қыз балалар санына қатынасы берілген 2,3-тен 1. Сынып қыздар сыныптың қанша пайызын құрайды? Яғни 2,3-тен 1 қатынасы бұл бұрыс бөлшек түрінде 3-тен 7, немесе 7 бөлінген 3.
Яғни ең бірінші міне қараймыз. Ұл балалар дейді. Ең бірінші айтылған, содан кейін қыз балалар екінші айтылған. Ұл балалардың қыз балаларға қатынасы 7-нің 3-ке қатынасында дейді. Яғни 7x және де 3x ретінде қарастырамыз. Барлығы сонда 10x оқушы бар. 10x оқушы бұл біздің 100%-ымыз болса, себебі барлық оқушылардың саны, соның ішінде қыздарымыз 3x екен. Бұл қанша? А ретінде алайық. Уже көрініп тұр, 10x-іміз бұл 100 болса, 3x-іміз бұл 30 болады. 30% бұл дұрыс жауабы. Келесі төртінші есебімізге тез көшейік. Қияр менен қызанақ бағаларының қатынасы 5-тің 3-ке. Яғни бірінші қияр айтылады, содан кейін қызанақ айтылады. Қияр, содан кейін қызанақ. 5-тің 3-ке қатынасындай. 5x, 3x. Яғни қиярдың бағасы 5x тұрады, қызанақтың бағасы 3x екен. Сатушы 1 килограмм қиярмен, яғни 5x теңге, және де 2 килограмм қызанақ сатып дейді. 2 килограмм қызанақ ол уже 6x болып кетеді. Сондықтан 5x және де 6x. Екеуі қосылып бізге 11x-ті береді. 1760 теңге алса дейді. Осы 1760 теңге болса дейді. Сонда осы жерден x-ті таба аламыз ғой. X-ті табу үшін 1760-ты 11-ге бөлеміз. 160 шығады, дұрыс қой. Енді x дегеніміз бұл біздің есебіміздің жауабы емес. Сұраққа мән береміз. 1 килограмм қызанақ бағасын анықтаңыздар дейді. Қызанақ дегеніміз ең басында 3x тұрды. Ал тек қана біздер x-тің мәнін таптық. Сонда қызанақ ол 3x. 3x-ті табу үшін бұл 3-ті 160-ға көбейту керекпіз. Яғни 480 шығады деген сөз. Болды. Сонда жауабы 480 Б жауап. Ал енді келесі 5-ші есебіміз. 17-ге қалдықсыз бөлінетін ең кіші 3 таңбалы сан мен 19-ға қалдықсыз бөлінетін ең үлкен 2 таңбалы сандардың айырмасын табыңыз дейді. Бұл есепте ешқандай формуласы да жоқ, ешқандай нәрсе үйренуді қажеті жоқ. Тек сандарды көбейтуді, бөлуді білетін болсақ жеткілікті. 17-ге қалдықсыз бөлінетін ең кіші 3 таңбалы сан. Ең кіші 3 таңбалы сан негізінде, мына ең кіші 3 таңбалы сан негізі 100 саны. Себебі 100-ден кіші болып кетсе, ол 99, ол 2 таңбалы сан болып кетеді. Бізге 3 таңбалы сан керек, және де 17-ге қалдықсыз бөліну керек. 100 бөлінбейді, дұрыс қой. 100-ден үлкен қандай сан? Ең кіші болатын. 17-ге бөлінеді. Осыны ойлану керекпіз. Мысалға 17-ні 5-ке көбейтіп көрейік. 17-ні 5-ке көбейтетін болсақ, 7 жердегі 5-ім 35, 3 ойда 5-ім былай 5 болады, 3 ойдағысымен 85 болады. 6-ға көбейтіп көрейік 17-ні. Сонда 7 мен 6 42, 2-сін жазам 4 ойда, 6 мен 1 6 болады, 4 ойдағысымен 10. 102 бұл ең кіші сан, дұрыс қой. 102, яғни ең кіші 3 таңбалы сан. Яғни бірінші санды таптық, бұл 102. Ура! 19-ға қалдықсыз бөлінетін ең үлкен 2 таңбалы сан дейді. Ең үлкен 2 таңбалы сан. Ең үлкен 2 таңбалы сан негізінде 99. Мына жақта бағана ең кіші 3 таңбалы сан бұл 100 болды ғой. 100-ден кіші бола алмайды. Яғни ең үлкен 2 таңбалы сан бұл 99. 99-дан үлкен сан ол 100, ол 3 таңбалы болып кетеді. Сондықтан 99 19-ға бөлінбейді. Не үшін? Себебі біздер білеміз. Мысалға мен 19-ды 5-ке көбейткен кезде неше болатынын былай сіздерге дәлелдеп көрсетейін. 5-ті 9-ға көбейтсек 45 қой. 4-ті ойда, 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 4 ойдағысымен 9 болады. 95. 95-ке қайтадан 17-ні қосатын болсақ, ол 3 таңбалы болып кетеді. Сондықтан 95 бұл ең үлкен 2 таңбалы 19-ға бөлінетін сан. Айырмасын табыңыз дейді. Яғни екеуін бір-бірінен азайт деген сөз. Азайтамыз 95 санын. Сол кезде 102-ден 95 азайтын болсақ, 7 саны шығады. Жауап С. Болды. Сонымен, достар, келесі 6-шы есебімізге көшейік. 6-шы есебімізде тек қана ондық бөлшектер қолданылған екен. Бөлу, көбейту амалдарын көріп отырмыз. Мына жердегі екі бөлу амалын көріп отырмыз. Мына бөлу амалы және де мына бөлу амалы. Осы екі бөлу амалын құтылып, содан кейін үтірден кейінгі цифрлардың сандарын санаймыз да, үтірлерді алып тастап, дальше шығарып кете береміз. 0,117 тұра берсін. Бірақ бөлуден кейінгі 0,102 мен 0,10 екеуін алмастырып қоюға болады. Қазір мен сіздерге мына жерге бір мысал ретінде көрсетейін.
мысал деген сияқты жазып қояйық. Мысалы 8 санын 2-ге бөліп, оны бөлсек 6 бөлінген 3 санына. Мысалы негізінде 8-ді 2-ге бөлсек 4, 6-ны 3-ге бөлсек 2, 4-ті 2-ге бөлсек 2 шығу керек. Бірақ та мен басқаша жасаймын. 8-ді орында қалдырайын. Мына 3 бөлініп тұрғанда көбейтілген 3 деп үстіге жіберем, ал 6-ны орында қалдырып, бөлініп тұрған 2-ні астыға көбейтілген қылдырып жіберем. Сол кезде 8 менен 3 бізге 24-ті береді, 6 менен 2 12-ні береді. 24-ті 12-ге бөлсек, тағы да 2 шықты. Сонымен болады деген сөз ғой. Бөлуден кейінгі бөлу белгісін көреміз, содан кейін тұрған осы санды, мына сан екеуін алмастырамыз. Және де бөлудің орнына көбейту саламыз. Қарайық. 100-ден 17 көбейтілген 0,4 деп жазамын. Көбейтілген 0,5 көбейтілген 12,6-ға. Мына жерде 1,4 көбейтілген 2,5 көбейтілген 5,1 көбейтілген 0,2 болады. Енді үтірден кейінгі цифрлардың сандарын санайық. Үтірден кейін 1 сан, 2 сан, 3 сан, 4 сан, 5 сан. Дұрыс қой. Бөлімінде 1, 2, 3, 4, 5. Яғни сәйкесінше келіп тұр. Сондықтан үтірлерді алып тастап жазамыз. 17 көбейтілген 0,4 емес қой. 17 көбейтілген тек қана 4 болады. Көбейтілген 5 болады, көбейтілген 126 болады. Себебі мына жерден үтірді алып тастайтын болсақ, 0,4 ол 4, 0,5 ол 5. Ал мына жерден алып тастайтын болсақ, 126-ны 6 деп жаза алмаймыз, сондықтан 126 қалады осылай. Бөлімінде 14, мына үтірді алсақ, сосын 25 көбейтілген. Көбейту белгілерін салып қояйық, бізге қазір керек болады. Және де көбейтілген 51 көбейтілген 2. Осы жерден қысқартуларды орындаймыз. Қалғандары өздері шығады. 17 менен 51 санын қысқартайық. 51-дің ішінде 3 рет 17 саны бар. Енді 4 саны мен 2 санын қысқартайық. Мына жақта 2 қалады. 25 менен 5-ті қысқартамыз. Мына жақта 5 қалады. Сосын 14 менен 126-ны қысқартсақ, 126-ның ішінде 9 рет 14 бар. Енді 3 саны менен 9 санын қысқартамыз. Мына жақта 3 қалады. Сонда ең соңында мына 2 3 пен көбейтіліп бізге 6-ны береді. Астында бізде 5 қана қалып отыр. 6-ны 5-ге бөлетін болсақ, 1,5-тен 1 немесе 1,2 шығады. Жауабы сонда А жауап 1,2. Оңай ма? Әрине, өте оңай. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Масштабы 1 бөлінген 1500 болатын картада А және Б пункттерінің арасы берілген. А және Б пункттерінің арасы 24 см дейді. Яғни ең алғашында бізге масштаб берілген болатын. Достар, қарайық. Масштаб 1 бөлінген 1500. Яғни 1 сантиметр картада қашықтықта 1500 сантиметр бар деген сөз. Немесе 1500 сантиметр дегеніміз, жазайын, 1500 сантиметр. Әрбір 100 сантиметр бұл бізге 1 метрді береді. Сондықтан 1500 сантиметр бұл бізге 15 метрді береді. Сондықтан әрбір сантиметріміз картадағы шын өмірдегі 15 метрге тең деген сөз. Сондықтан А және Б пункттерінің арасы 24 сантиметр болса, мысалға мынау А, мынау Б. Картада екеуінің арасы 24 сантиметр. Картада. Сонда шын өмірдегі арасы әрбір сантиметрде 15 метрден 24 рет бар деген сөз ғой. Сондықтан 15-ті 24-ке көбейт, осыншама метр деген сөз. Бұл біздің екі пункттің шын өмірдегі ара қашықтығы. Бізге айтады, осы пункттер арасын 2,5 метр секунд жылдамдықпен қанша уақытта өтуге болады? 3-ші сыныптан білетін формуламыз S тең болады V көбейтілген T деген V көбейтілген T деген формуладан шығады. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни бізде қашықтық бар, міне 15 көбейтілген 24. Енді осыны бөлу керек біз 2,5 метр секундқа. Дұрыс қой? Сонда метр менен метр қысқарады, секунд қалады. 2,5-ті 25 ретінде жазу үшін үстіне 15-тің қасына 0-ді қоса салайын, 150 көбейтілген 24 болсын.
Дұрыс қой. 2,5-ті 10-ға көбейттім, 25 болды. 15-ті 10-ға көбейттім, 150 болды. Сонда 24 тұра береді орнында. 25 пен 150 сандарын қысқартамыз. 150-дің ішінде 6 рет 25 бар. 6-ны 24-ке көбейтсек 144 болады. Мына жақтан метр менен метр қысқарып кеткенде бізде секунд қалған еді. 144 секунд. Бар ма екен осындай жауап? Бұндай жауап жоқ. Яғни 144 секунд дегенімізді біздер келесі өлшем бірлікке алмастырайық. Біздер білеміз 1 минутта 60 секунд бар. Яғни 2 минутта 120 секунд бар. Яғни 140-тан 120-ны алып тастасақ, яғни 2 минутта алып тастадық деген сөз, ар жағында 24 секунд уақыт қалады. Бұндай жауап бар. Біздің Д жауабымыз осыған сәйкес келіп отыр. Сонымен құрметті достар, 8-ші есепке көшейік. Тік төртбұрыштың периметрі 56 см. Яғни бір тік төртбұрышты көз алдымызға елестетейік. Мысалға бір тік төртбұрыш болсын. Біздің мысалға осындай. Кішкене қисық кеткен болса айып етпеңіздер. Негізінде ені А, ұзындығы Б деп аламыз. Негізінде формула бойынша стандартты түрде периметрі 56 см екені берілген, яғни периметрдің формуласына сүйеніп А қосылған Б көбейтілген 2 дегеннің 56-ға тең екенін тауып отырмыз. Осы жерден формула арқылы А және Б сандарының екі қабырғаларының қосындысын табуға болады. Мына жерде көбейтіліп тұрған 2 56-ның астына бөлініп барса 28 қалады екен. А-ны Б-ға қоссаң 28. Былай айтады енді бізге, егер осы тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 6 есе ұзын болса дейді. Енінен 6 есе ұзындығы дейді. Яғни Б А-дан 6 есе көп дейді. Б дегеніміз А-дан 6 есе көп дейді. Мына жерде енді А қосылған Б 28-ге тең деген жерде Б-ның орнына 6-аны деп жазсақ болады. А орнында қалады. Б дегеніміз ол 6А ғой. Соның орнына жазамыз. Сонда 28. Екеуін қоссақ 7А тең 28-ге. А осы жерден шығатыны 4-ке тең. Ол бірақ есептің жауабы емес. Ауданының жартысын қара әріптермен асты сызылып көрсетілген. Жартысын табу керек ауданының. Біздер тек қана А-ны таптық. Б-ны табу үшін 6-ны А-ға көбейт дейді. Сондықтан Б дегеніміз 6-ны 4-ке көбейтсек 24 деген сөз. Так. А дегеніміз 4, Б дегеніміз 24. Енді осы жерден шығатыны ауданын табу үшін А және Б-ны көбейтеміз. S-ті табу үшін, ал ауданның жартысын табу үшін S-ті 2-ке бөлеміз. Яғни А және Б сандарының көбейтіндісін тоже 2-ке бөлеміз деген сөз. 4-ті 24-ке көбейтіп 2-ке бөл деген сөз. 4 пенен 2 сандарын қысқартамыз. Мына жақта бізде 2 қалады. Сонда 2 менен 24-ті көбейте қоямыз. Жауабы 48 болады екен. Қарап отырмыз, міне бізде жауабы 48-ге тең. Құрметті достар, келесі 9-ші есебіміз өте оңай есеп. Мысалға, x бөлініп тұр 3,4-ке. Біздер білеміз 3,4 дегеніміз 3,175-ге тең. Бөлу белгісін біздер бөлшек ретінде қоя аламыз 3,175 деп. Тең болады 0,108 саны 0,102-ге бөлініп тұр. Дұрыс қой, 50-ден 1 дегеніміз 100-ден 2. Енді қарайық. 0,108 санын 0,102-ге бөлсек, үтірден кейін 2 сан, мына жерде де 2 сан, үтірлерді алып тастасақ, 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 болады. Яғни x бөлінген 3,175 тең болады 4 деген сөз. Керек емес. Сонда x-ті табу үшін бар болғаны 4-ті 3,175-ге көбейту керек. Дұрыс қой. 4-ті 3,175-ге көбейтетін болсақ, 10 шығады деген сөз. Сонда 4-ті 3,175-ге көбейтетін болсақ, 15 шығады деген сөз. Сонда жауабы, Д жауабы 15-ге тең. Сонымен құрметті оқушылар, келесі есебіміз 10-ші есеп. 30 комбайн 210 минутта берілген аумақтың жерін жыртады. 3 сағат бұл жұмысты бітіру үшін тағы қанша комбайн қажет? Яғни 30 комбайн 210 минутта жұмысты бітіреді екен. 3 сағатта, яғни 180 минутта бітіру үшін қанша комбайн қажет? Тағы қанша комбайн? Қазір бұл сұраққа оралатын боламыз.
x-ті тауып алайық бірінші. Бұл кері пропорция. Себебі комбайндарымыздың саны көбейген сайын біздің жұмысымыз тез бітеді. Сондықтан 30-210 минутта бітірсе, 30-дан көп комбайн 180 минутта бітіреді. Сондықтан кері пропорцияны біздер барлығымыз білеміз. 30-ды 210-ға көбейтіп, сосын барып 180-ге бөлу керекпіз. Мына жерде 30 менен 180-ді қысқартсақ, астында 6 қалады. 210 менен 6 сандарын бір-біріне бөлетін болсақ, 35 қалады екен. Себебі мына жерде 18-ден аламын, содан кейін қайтадан 3 қалдық қалады, 35 болады, дұрыс. Сонда 35 комбайн қажет. Бізден сұрап отырған сұрақ, тағы қанша комбайн қажет? Яғни бізде 30 комбайн бар. Енді 35 болу үшін тағы қанша керек? Жауабы 35 емес, жауап 5 болады. Себебі 35 болу үшін тағы да 5 комбайн қажет. Келесі есебіміз, Абдулазиз 3 күнде 32 бет кітап бітірді дейді. 32 бет кітапты оқыды. Бірінші күні барлық оқыған беттерінің 8-ден 3 бөлігін, екінші күні қалған беттерінің 4-ден 3 бөлігін, Абдулазиз үшінші күні қанша бет кітап оқыды дейді. Яғни сұраққа мән беретін болсақ, Абдулазиз үшінші күні қанша бет оқығандығы сұралып отыр. Сондықтан бірінші күні қанша оқығандығы бізге қызық емес. Білмей қойсақ та болады. Яғни 8-ден 3 бөлігін оқыған екен, яғни 8-ден 3 бөлігін оқыса, 8-ден 5 бөлігін оқыған жоқ деп аламыз. Екінші күні қалған беттердің, яғни оқымаған беттерінің 4-ден 3 бөлігін оқыды, яғни 4-ден 1 бөлігін оқыған жоқ. Сондықтан осы есепті ғана шығара қоямыз, болды. 8 менен 4-ті көбейтетін болсақ, бізде 32, сондықтан 32 менен 32 қысқарады, жауабы 5 болады. Болғаны ғана. Келесі есебімізге мән берейік. 12-ші есеп, x-тің 12-ден 7 бөлігі. Яғни x-тің 12-ден 7 бөлігі 180 санының 35%-на тең. 180 санының 35%, яғни 0,35-іне тең дейді. Яғни x-ті табу үшін бұл жерден 12-ден 7 көбейтіліп тұр, екінші жағына бөлу болып барады. Мына жердегі 0-імізді алып тастаймыз да, үтірімізді мына жерге жылжыта қоямыз. 18 көбейтілген 3,5 көбейтілген қылдырып жазамыз. Бірақ та мына жерде 12-ден 7 бөлініп барады, бірақ біздер көбейтуге айналдырып 7-ден 12 қылдырып жазамыз. Дұрыс қой. Сол кезде 3,5 бұл 7-нің жартысы болғандықтан астында 2 қалады. 12 менен 2-ні қысқартсақ 6 қалады. Сонда 18 көбейтілген 6. Көбейтпей қойық, тұра берсін. Бізден x-ті сұрап отырған жоқ, себебі 27-ден 2x қаншаға тең деп сұрап тұр. 27-ден 2x-ті табу үшін 27-ден 2-ні көбейтеміз, 18 көбейтілген 6-ға. 27 және 18 сандары 9-ға қысқартамыз. 27 жақта 3, 18 жақта 2 қалады. Сосын 3 менен 6 сандарын қысқартамыз, мына жақта тағы да 2. 2 менен 2-ні көбейтсек 4, 4 менен 2-ні көбейтсек тағы да 8 шығады екен. Түсінікті ғой? Құрметті достар, А саны Б санының 625%-ын құраса, Б саны А санының қанша пайызын құрайды деген бізге 13-ші есеп беріліп тұр. Ол үшін мен сіздерге басқа бір оңай жолын көрсетейін. 625% дегеніміз біздің 6,125 барлығымыз білеміз деп ойлаймын. 100%-ға бөлеміз тек. 6,125 бұл аралас бөлшек түрінде 6,4-тен 1 ретінде жазылады, немесе 4-тен 25 деп те жазуға болады. Яғни А саны Б санының 4-тен 25-ін құрайды. Керісінше сұралып тұр, Б саны А санының қаншасын құрайды деп. 25-тен 4-ін құрайды деп айтамыз. Мына екеуін бір-бірімен алмастыра қоямыз тек. 25-тен 4 дегеніміз бұл біздің 100-ден 16-мыз. 10-дық бөлшекке айналдырсақ 0,100-ден 16 болады. Ал бұны пайызға айналдырсақ 16%. Өте оңай. Дұрыс қой. Келесі 14-ші есебімізге мән берейік. Көлемі 4 литр 800 мл болатын, яғни 4800 мл деген сөз. Соның 75%-ын сумен толтырды дейді. Толық толтырған жоқ, басына дейін. 75%-ын ғана толтырды. 75%-ын толтырды, яғни ол 0,175 деген сөз ғой бұл. 0,175-ін немесе 4-тен 3-ін ғана толтырды. 4-тен 3-ке көбейту арқылы біздер осы ыдыстың ішіне қанша су қойылғандығын білеміз. Бізге айтады, сол судың 25%-ын пайдаланып тастады, қанша су пайдаланылмады деп тұр.
Егер де 25%-ын пайдаланып тастаған болса, 75%-ын пайдаланған жоқ, тағы да 4-тен 3-ке көбейту керек болатынбыз. Болды тек қана. Сонда 4800 бенен 4-ті қысқартсақ, мына жақта 1200 қалады. 1200 бенен 4-ті қысқартсақ, мына жақта 300 қалады. 300-ді 3-ке көбейтеміз. 900, 900-ді 3-ке көбейтеміз. 2700 өлшем бірлігіміз міне миллилитр болады. Ондай жауап жоқ. Бірақ та біздер бұны 2,7 литр деп жаза аламыз. Сонымен жауап Б жауабы. Сонымен құрметті достар, бүгінгі видеомыздың соңғы 15 есебімізге де келіп жеттік. Әкесі үлкен ұлына байлығының 80%-ын берді дейді. Үлкен ұлы өз үлесінің 5-тен 2 бөлігін ортаншылға, ал ортаншылы үлесінің жартысын кіші ұлға берді. Егер кіші ұлына 4 қап алтын үлестірілген. Яғни соңында 4 деген жауап шығу керек, кіші ұлына тиген. Әкесінде ең басында X байлық болды деп ойлайық. Оның 80%-ын, яғни 0,8-ін үлкен ұлына берді. Үлкен ұлы өз үлесінің 5-тен 2-сін, яғни 0,4-ін ортаншылына береді, ал ортаншылы жартысын деген кіші ұлға береді. Жартысы бұл 0,5-і. Сол кезде 4 қапшық кіші ұл алады екен. Сонда X-тің мәнін табу үшін біздер не істейміз? Үтірден кейін мына жерде 1 сан, 2 сан, 3 сан ғой. Сондықтан 4-тің қасына 3 нөлді тіркейміз де, мына сандарды үтірсіз жазып жібереміз. 1-ден 8 көбейтілген 4 көбейтілген 5 деп. 4 пенен 5-тің көбейтіндісі бізге 20 екенін білеміз. 20 менен мына 40-ты қысқартамыз. Сол кезде мына жерде 2 қалады. Соңында 200 деген сан 8-ге бөлініп тұрды. 200 саны мен 8 санын 4-ге қысқартсақ, үстінде 50, астында 2 саны шығады. 50-ді 2-ге бөлетін болсақ, 25. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі видеоларымызды күтетін боларсыздар. Бүгінгі сіздерге көрсетілген 15 сұрақтың шолуы өте түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса, видеоны тағы да қарасаңыздар болады. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Келесі тесттерімізді өте жақсы жазуларыңызға тілектеспін.